Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді ши бауырсақтар дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі ұзақ мерзімде сақталады. Ең алдымен сары майымызды ертіп аламыз. Онда 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық қантымызды саламыз. Содан кейін үстіне 20 миллиграмдай күнбағыс майын қоямыз. Жылы сүт, жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға біртіндеп құйып, бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Бұл ши бауырсақты әсіресе балалар өте жақсы көреді, қытырлап, жейді, өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Нанымызды иіліп болғаннан соң, осы қамырымызды қаптауға салып, тоңазытқышқа 1,5 сағатқа қоямыз. Сонда кішкене қамырымыз қатаяды. Міне уақыт өткеннен соң біздің қамырымыз кішкене қатайды. Енді кішкене үстінен 1-2 оқтауменен ысып, жақсылап осындай жолақтарға кесіп алатын боламыз. Ши бауырсақтарды әртүрлі формада жасауға болады. Мысалы, осы қамырымызды жұқалтап ысып, ұзынша таяқшаларға кесуге болады. Мен осындай кішкентай 4 бұрышты бөліктерге бөлдім. Міне қамырымыздың барлығын турап кесіп болдық. Енді майымызды қыздырып, үстіне кішкене тоң май саламыз. Сонда тоң май салсақ, біздің қамырымыз көп май сіңірмейді өз-өзіне, майлы болмайды. Міне біздің ши бауырсақтарымыз дайын болды, өте әдемі, сондай күшті шықты. Сіздерге кеңес беремін, жасап көріңіздер, каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.